بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Бүгінгі тақырып кітаптың шархы емес. Кітаптың тақырыбында, бірақ кітаптың шархы емес, тәуил, тахриф турасында, яғни бұрмалау турасында. Асма сифатта сол өте көп қолданатын сөз. Бұрмалаушылар, бұрмалау, есім сифаттарды бұрмалау деген. Енді сол бұрмалаумен танысамыз. Яғни бұрмалау дегеніміз не? Бұрмалаушылар олар яғни қалай бұрмалайды? Және бұрмалау деген ол зияны қандай? Әлде одан кейін келетін әсері қандай? Деген сияқты бұрмалау турасында бүгінгі тақырып соған арналған. Жалпы есім сифат аяттарында, хадистерінде адамдар төртке бөлінген. Яғни төрт пікір бар. Біріншісі ол ахли суннаның ақидасы. Олар есім сифат қалай келді, солай қабылдаймыз дейді. Бұрмаламаймыз, жоққа шығармаймыз, ұқсатпаймыз, қалай деп айтпаймыз дейді. Екінші топ ұқсатушылар. Яғни Алланың қолы осындай қол дейді. Алланың аяғы осындай аяқ дейді. Аллах тағала көтерілді аршқа, осылай көтерілді деп, яғни сондай қылып суреттеп, ұқсатып істейтін топ. Ол топ, яғни жоққа жуық. Бір үлкен мазхаб болып, бір оған адамдар еріп деген ондай болған жоқ. Сол себептен кітаптарда аз, ғалымдардың сабақтарда ол турасында өте аз. Өйткені ол бір топ болмағасын. Үшінші ол әхлу тафуид, тафуид қылушылар. Яғни есім сипатты мойындамай, мағынасын білмейміз, Аллаға тапсырамыз деушілер. Оны келесі сабақта өтеміз иншалла. Және төртіншісі бүгінгі сабақта өтетіміз олар бұрмалаушылар. Тәуил, әхлу тәуил, әле әхлу тахриф. Яғни бұрмалаушылар. Есім сипат турасында адамдар осындай төртке бөлінеді. Енді бізге бүгінгі тақырыпта әхлу тәуил, бұрмалаушылар турасында өтпекшіміз. Бұрмалау деген екі негізге құрылады. Екі нәрседен тұрады. Біріншісі ол есім сипаттар, Құранда келген сипат аяттары, әлде сипат турасында келген хадистер, осының барлығын түке түсінуге болмайды дейді. Яғни Құранда келді, мысалшы, Аллахтың қолы, жүзі деген, яғни сол тіке келіп тұрғандай мағынасында емес дейді. Сол мағынасын жоққа шығару керек дейді. Сол Құранда мысалшы келді, Алланың жүзі, Алланың қолы, Алланың аяғы деген, солардың барлығы біз түсініп тұрғандай емес дейді. Сол мағынаны міндетті түрде жоққа шығару керек дейді. Өйткені солай жүрегіңе алатын болсаң, Аллахтың қолы бар дегенде Құранда, иә қолы бар дейтін болсаң, күфірге кіресің дейді. Бірінші негіздері. Екінші негізі бұрмалаушылардың бірінші мағынасын жоққа шығарғаннан кейін барып, бір басқа мағынаны тағайындайды. Бір мағынаны белгілейді. Яғни, мысал келетін болсақ, Аллах тағаланың жүзі бар дейді. Біріншіден дейді, бірінші негіз, Аллахтың жүзі дегенде жоққа шығарамыз дейді. Аллахтың жүзі жоқ деп айтамыз дейді. Екінші, жүздің орнына, Алланың жүздің орнына басқа мағына тағайындаймыз дейді. Яғни Алланың жүзі деген, Алланың өзі деген, әлде Алланың сауабы деген, әлде Алланың ол қыбласы деген, әлде Алла жақ деген ол. Яғни сондай қылып мағына тағайындайды. Әлде мысалшы Алла тағала жақсы көреді, махаббат деген сипаты бар, Құранда айтты. Юхиббул муттақин, юхиббул мутатаххирин. Тақуалар жақсы көреді, тәубе қылушылар жақсы көреді, әлде тазарғандарды жақсы көреді Аллах тағала. Біріншіден жақсы көреді деген мағынаны жоққа шығарамыз дейді. Ең бірінші келіп тұрған мағынаны жоққа шығарамыз дейді. Екінші, оның орнына басқа мағына тағайындаймыз дейді. Жақсы көру деген ол ирадатул ин'ам мысалы. Яғни Аллах тағала нығметті қалау. Яғни осы екі нәрседен тұрады. Осы екі нәрседен тұрған болса, оны әхлу тәуил, бұрмалаушылар дейді. Ал келесі сабақта өтетін ол әхлу тафуид, тафуид қылушылар, олар бірінші негізімен келіседі, бұрмалаушылармен, яғни жоққа шығарамыз дейді, бірақ екіншісімен келіспейді. Екіншісімен бір мағына тағайындауға болады деген нәрсеге қарсы шығады олар. Яғни мысалшы бұрмалаушылар Алланың жүзін жоққа шығарамыз дейді, орнына сауап деп айтамыз дейді. Ал кімдер? Әхлі тафуидтар, Аллахқа тапсырушылар, тафуид топтары, олар Алланың жүзі деген жоққа шығарамыз дейді, орнына мағына тағайындамаймыз дейді. Оны Аллаға тапсырамыз дейді. Соны тафуид дейді, яғни тапсыру. Білмейміз, түсіндірмейміз, тәпсірлемейміз, мағынасын білмейміз, түсінбейміз дейді.
Аллах Тағала жақсы көреді деген, яғни оны жақсы көредті жоққа шығарамыз дейді, бірақ мағынасын білмейміз деп айтамыз дейді. Түсініп тұрсақ та, ол сол ақидаға сәйкес келмегесін біз оны жоққа шығарамыз да, мағынасын білмейміз деп Аллахқа тапсырамыз дейді. Ол ахли тафуид. Оны иншалла келесі сабақта өтеміз. Бүгінгі өтетін тақырыбымызда ол ахли тауил, бұрмалаушылар. Бұрмалаушылар осында екі негізге сүйенеді. Біріншіден, негіз келіп тұрған мағынаны, бірінші түсінетін мағынаны жоққа шығарады. Екінші, оны басқа мағына тағайындайды. Басқа бір мағына белгілейді, ауыспалы мағынасын, алысы мағынасын белгілейді. Осының бәрі дәлелсіз. Яғни ешқандай дәлелсіз, олардың өздерінің ақидасына сәйкес келмегесін, олар осындай нәрсеге баруға мәжбүр болды. Өйткені олар расында бірінші жүректеріне ақиданы алды, бірінші ақида сеніп алды. Енді осындай ақида алғаннан кейін Құранға келгенде, Құран аяттарын оқығанда, Құранда олардың ақидасына қарама-қайшы дәлелдер өте көп. Не істеу керек? Енді оны бірдеме етіп бұрмалау керек. Сөйтіп олар, бірінші ақиданы алып, сосын барып дәлелдерді бір-біріне жоққа шығарып, нетіп бұрмалап, әйтеуір не болса да қабылдамау керек деген ақида алды. Ал ахли сунна ақидасы бойынша Алла Тағаланың сипаттарын ахли сунна мойындайды, бекітеді, жоққа шығармайды. Сол келген бірінші мағынасын мойындап, сол мағынасы дейді. Бірақ қандай екен білмейміз дейді. Өйткені Аллах Тағала көреді деп айтты, бірақ қалай көретінін айтқан жоқ бізге. Алла Тағала бізге аршқа көтерілетінін айтты, бірақ қалай көтерілетінін айтқан жоқ. Аллах Тағала жүзі бар деді, бірақ қандай жүз екенін бізге айтқан жоқ. Сол себептен біз келген мағынасын қабылдаймыз да, ал қандай екенін білмейміз деп айтамыз. Бұл ахли суннаның ақидасы. Енді ахли сунна ол жолмен келіспегесін, әрине бұрмалау деген ақидамен келіспегесін, оларға қарсы роттары бар. Ахли суннаның оларға қарсы роттары екіге бөлінеді. Біріншісі жалпылама рот, жалпылама қайтарамыз, олардың сөздерін дұрыс емес екенін жалпылама түрде айтамыз, қысқа түрде. Екіншісі талқылама түрде. Біріншісі жалпыламадан бастайық. Бұл жалпылама ротты, жалпылама олардың сөздерін жоққа шығарып қайтаруды ең бірінші істеп бастаған Абдулла ибн Таймия, яғни Шейхул Ислам Тақиюддин ибн Таймияның ағасы. Ол да ғалым болған, бірақ Ибн Таймияның, Тақиюддин ибн Таймияның, Шейхул Исламның нұры оның нұрын басып кеткен. Әкесі сияқты, әкесі де Ибн Таймияның әкесі ғалым болған. Шейхул Ислам ибн Таймияның әкесі болды, Абдул Халим деген. Үлкен, ол да ғалым болды, ұстаз болды, кітаптары бар деген сияқты. Ол жұлдыз болды дейді. Күн мен айдың қасында көрінбей қалды дейді. Күн дегенде ол Ибн Таймия, ай дегенде ол атасы. Абул Баракат, Мәждуддин, Абдуссалам деген Ибн Таймияның атасы. Абдуссалам ибн Таймия. Көбінесе Абул Баракат, көбінесе оны лақабатымен біледі. Мәждуддин, қысқаша әл-Мәжд дейді. Ол үлкен Хамбали мазхабының үлкен ұлы ғұламасы болды. Сол ай болды, Ибн Таймияның өзі күн болды. Ал әкесі Абдулла сол ай мен күннің ортасында көрінбей қалды. Сол сияқты ағасы Абдулла ибн Таймия атасымен және өзінің ағасының нұрының қасында көрінбей қалды. Сол Абдулла ибн Таймия осындай, жалпылама рот шығарды, бұрмалаушыларға қарсы. Және сол ротты Ибн Қайым әл-Жаузи өзінің Нуния деген кітабында өлең ретінде әкеледі. 10 жолда Нуния деген кітабы бар, Ибн Қайым әл-Жаузидің 5000 жолдан тұратын. 5000 жолдан жазылған, 5000 болғанда біздің қазақ тіліне аударатымызда 10.000 жол, өткен араб тілінде бір жолға 2 жол сыйғызады. Үлкен кітап, ішінде көп нәрсені талқылаған. Сол кітаптың ішінде осы жалпылама ротты 10 жолда келтірді. Керемет сондай әдеби шешен тілмен жазған. فاسأل المعطل عن 3 مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان деп сондай 10 жолда осы ротты, жалпылама ротты керемет қылып түсіндіреді. Бірақ енді оны сіздерге аудармаймын. Сол Ибн Қайым әл-Жаузидің 10 жолда келгенін сіздерге ашықтап түсіндірейін. Аудармай-ақ былай жеңіл қылып түсіндірейін. Сол бұрмалаушыларға не айтамыз, қандай рот қайтарамыз? Жалпылама рот. Сол жалпыламаның өзі біраз көмек болады мұсылманға. Ол 3 сұрақтан тұрады. Ахли сунна бұрмалаушыға 3 сұрақ қояды. Бірінші сұрақ, мына осы сендер бұрмалауларыңды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам білді ме? Әлде білмеді ме?
Бірінші сұрақ. Яғни мына олар мысалы айтады, Аллахтың жүзі деген, Құранда келген Аллахтың жүзі деген ол мағынасы Аллахның сауабы дейді. Әлде Алланың аяғы деген, мысалы хадисті, Алланың аяғы бар деген мысалы хадистерді, аяттарды олар топ дейді. Мысалы Алланың бір тобы, Аллах тағала тозақтың үстіне аяғын қояды дегенде, яғни тозаққа бір өзінің тозаққа дайындап қойған тобын қояды дейді. Мысалы сөйтіп бұрмалайды. Қолды мысалы құдірет дейді. Сол енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сіздер мына қолды құдірет дейсіңдер, әлде истауа көтерілдіні истауля басып алды дейсіңдер. Сол нәрсені пайғамбарымыз білді ма? Қолдың мағынасы ол біз түсінетіндей емес, ол мағынасы құдірет деп соны пайғамбарымыз білді ма, әлде білмеді ме? Бірінші сұрақ. Жауап екі нәрсенің біреуі болады, үшінші жоқ. Не білді дейді, не білмеді дейді. Екеуінің біреуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны не білді, не білмеді. Егер де білмеді дейтін болса, онда өте ауыр сөз айтты олар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Ана а'ламухум биллахи ва ашаддукум лаху хушя» дейді. Мен сендерден Алланы жақсырақ білем дейді. Яғни білімім сендерге қарағанда білімім көбірек дейді. Және тақуалығым сіздерден үлкен дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барлығынан білімірек. Егер де біреу айтатын болса, пайғамбарымыз білген жоқ, жүз дегеннің мағынасын, яғни бет дегенді білген жоқ, біз білдік дейтін болса, онда ол күфір сөз болады, ауыр сөз болады. Яғни пайғамбарымыздың білмеген нәрсесін сен білдің ба, сонда ол күфір болады шариғатта. Пайғамбарымыздан білім дейтін болсаң. Сондықтан олар оны айту мүмкін емес. Міндетті түрде не қылды олар? Я пайғамбарымыз білді дейді. Я пайғамбарымыз білді, жүздің мағынасы Алланың жүзі бар деген, яғни оның мағынасы сауап екенін білді дейді. Қол дегеннің мағынасы құдірет екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білді дейді. Тойып, жақсы, онда бірінші сұрақ бітті. Екінші сұрақ қоямыз оларға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білген екен, жақсы, иә. Мысалы, қолдың мағынасы құдірет екенін пайғамбарымыз білген екен, жақсы. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарға соны жеткізуге қабілеті жетті ме? Шешендік, тілдік байлығы жетті ме пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сол нәрсені адамдарға жеткізуге? Әлде қабілеті жетпеді ме? Шешендігі жетпеді ме? Араб тілі жетпеді ме? Қабілет, құдіреті жетпеді ме? Жауап екі нәрсенің біреуі болады. Не я жетті, қабілеті жетті, не жетпеді. Егер де қабілеті жетпеді дейтін болса, я пайғамбарым айта алмады, оны жеткізе алмады дейтін болса, онда пайғамбарымызды қиянатшыл деп айтқан сөздер болады. Өте ауыр сөз айтқан болады. Я пайғамбарым бәрін біліп тұрып, адамдарға соны жасырып әдейі айтпады. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям қиянатшы деп айтқан сөздер болады онда. Әрине олар оны айтпайды. Олар екіншісін айтады. Я пайғамбарымыз әрине адамдарға жеткізуге қабілеті жетті дейді. Пайғамбарым тіл байлығы жетті дейді олар жеткізуге адамдарға. Болды, онда екінші сұрақ бітті. Үшінші сұрақ көшеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмметіне жанашыр адам ба? Жанашыр адам болды ма? Яғни үмметін қатты аяп, сондай үмметіне қатты жанашыр, жаны ашты ма? Әлде бәрібір болды ма пайғамбарымызға? Үмметім адасып кетсін, тозаққа түсіп кетсін, өлсін, құрысын деген болды ма пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? Қандай болды? Жауап екі нәрсенің біреуі болады. Не жанашыр адам болды, не пайғамбарымызға бәрібір болды дейді. Егер де айтатын болса, я пайғамбарымызға бәрібір үмметіне дым уайымдаған жоқ, ешқандай жаны ашқан жоқ дейтін болса, онда ауыр сөз айтқан болады, күфір айтқан болады. Алла тағала Құранда айтқандай: «Лақад жаакум расулун мин анфусикум азизун алейхи ма аниттум харисун алейкум ва бил муминина рауфур рахим» дейді. Сендерге өз араларынан пайғамбар келді дейді. Азизун алейхи ма аниттум, сендерге қиын түскен нәрселерге ол да пайғамбарымыз қиналады дейді. Харисун алейкум, сендер үшін көп тырысады дейді, терлейді дейді сендер үшін. Ва бил муминина рауфур рахим, пайғамбарымыз мұъминдерге жұмсақ, мейірімді дейді. Яғни пайғамбарымыз жанашыр, аяған, терлеген үммет үшін, жаны ашыған үммет үшін. Әрине олар осы жауапты айтады. Я пайғамбарымыз үмметіне жанашыр адам болды, үмметіне қатты терледі, үммет үшін қатты қиналды деп айтылады. Бұл үшінші сұрақтың жауабы. Әрине осы нәрсені айту керек, басқа жауап жоқ. Осы үшеуін айтқаннан кейін қандай нәтиже шығады? Қараңдар. Бірінші сұрақты айттық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білді ме? Я білді. Екіншісі, пайғамбарымыздың қабілеті, тіл байлығы жетті ме адамдарға жеткізуге? Я жетті. Үшінші, пайғамбарымыз жанашыр адам ба? Жанашыр адам. Я, олар жанашыр адам деді да. Тойып, осы нәтижесіне келеді. Нәтижесіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер бәрін білген болса,
яғни 100 ол сауап деген мағынаны білген болса, адамдарға жеткізе алатын қабілеті болған болса, шешендігі жеткен болса пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам, екіншісі, және үмметіне өте жанашыр адам болған болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендердің сөздеріңді айтуға, сендермен келісуге не кедергі болды? Пайғамбарымыз осының бәрін біліп тұрып, үмметіне қатты жанашыры болып тұрып, және қабілеті жетіп тұрып, неге онда сендердің ақидаларыңды бірлетіп болсын айтпады? Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде бірлет болсын, даиф хадисте болсын пайғамбарымыз неге айтпады? Ей үмметім, мына Құранның аяттарын бірінші мағынасын түсінбеңдер, ар-рахман, мейірім деген мағынаны түсінбеңдер. Егер олай түсінетін болсаңдар, куфрге кіресіңдер. Хадисте бағада мен Аллах тағала күледі деп айтқанда олай түсінбеңдер. Олай тіке түсінетін болсаңдар, кәпір болып кетесіңдер. Әлде аршқа Аллах тағала Құранда 7 жерде көтерілді деді, дұрыс па? Жоқ, олай көтерілді деген ол мағына емес. Ол мағынасы басып алды деген мағына. Әлде мысалшы жақсы көреді деген олай түсінбеңдер. Жақсы көреді деп тіке түсінетін болсаңдар, кәпір болып кетесіңдер. Ол үшін оны тіке мағынасын жоққа шығарыңдар, олай қабылдамаңдар, керісінше бұрмалаңдар деп неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір рет өмірінде айтпады осылай? Егер де бәрін білген болса, яғни Аллахтың махаббат деген мағынасы олай емес, ол бағадай нығмет қалауды соны білген болса, және пайғамбарымыз осыны айтуға қабілеті жеткен болса, және пайғамбарымыз үмметіне қатты жанашыр адам болса, неге соны бізге айтпады? Неге бізге куфрге тастап кетті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Егер де сендер айтқандарың сөзің рас болатын болса, бұл нәрсе жалпылама рот дейді. Жалпылама рот қайтару. Осы сөздің өзі, осы роттың өзі олардың сөздері өтірік екеніне жеткілікті. Осыны Ибн Қайым әл-Жаузи өзінің Нуния кітабында 10 жолда осыны баяндап түсіндіреді. Абдулла ибн Таймияның келтірген род жоққа шығару, қайтару. Енді талқылама родқа қайтайық. Яғни оларға, бұрмалаушыларға екі жауап бар, екі қайтару бар. Бірінші жалпылама, екінші талқылама. Талқылама дегенде ол 4 жағынан жақындаймыз. 4 жағынан. Бірінші олардың мәнхажын түсіндіреміз, олардың мазхабтарын, қалай мәнхаж алған. Екіншісі бұрмалаудың өзі қандай жаман екенін түсіндіреміз. Үшіншісі олардың бұрмалаудың артынан болған нәтижесін, салдарын, жемісін түсіндіреміз. Төртіншісі солардың сөздерінен, бұрмалаудың сөзінен не шығатынын түсіндіреміз. Осы 4 жағынан қараймыз, 4 жағынан. Бірінші олардың мәнхажына келейік. Мәнхажына. Олардың мәнхаждары қандай? Біріншіден олар айтады, мына Құранда келген сипат аяттары, әлде хадистердің барлығы захир дейді. Жалпы усул фиқта, фиқ негіздері деген білімде ғалымдарда мынандай термин бар. Нас деген бар, және захир деген бар. Нас деген ол сондай контексттер Құрандағы, сондай дәлелдер екінші мағына ықтимал алмайды өзіне. Бір мағына бар, басқа мағына оны бұрмалау мүмкін емес. Тек бір мағына береді. Ал екінші захир дейді. Захир деген тіке мағынасы бар, бірақ ауыспалы мағынасы да бар. Тіке мағынасы бар және ауыспалы мағынасы бар. Нас дейтін болса, айтатын болса, бұл аят нас дейтін болса, усул фиқ деген білімде бар ол яғни басқа мағынаны қамтымайды өзіне. Басқа мағына жоқ бұл жерде, тек қана бір мағына береді. Ал екіншісі захир деген, тіке мағынасы былай, бірақ алыс мағынасымен де бір ой келуге де болады. Ықтимал мағынасы бар. Сол захирді ықтимал мағынасына алып кетуге болады, егер дәлел болатын болса. Мысал айтатын болсам, Алла Тағала Құранда айтады: «Я аyyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq». Ей иман келтіргендер, намазға тұрғанда беттеріңді жуыңдар, қолдарың шындыққа дейін, бастарыңа масықтарын, аяғыңды жуыңдар дейді. Тіке мағынасын түсінетін болса, аяттан не мағына шығады? Намазға тұрғанда беттеріңді тақар алыңдар деген, яғни намазға тұрғанда бәріміз келіп сапқа түсгенде, қамат түсіріп жатырғанда, келіп намазға тұрғанда бәріміз сол жерден саптан алдына шылапшын қойып тақарталамыз. Сондай мағына шығады яғни. Бірақ оны ауыспалы мағынасына алып кетеміз. Неге? Өйткені оған дәлел бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және сахабалар еш қашанда сапқа тұрғанда қамат түсіріп жатқан тақар алмаған. Сондықтан аяттың мағынасы намазға тұрғыларың келгенде, намазға тұрарда, яғни тұрғын келгенде алдын ала тақарат алып келіңдер деген мағына. Сапқа тұрып, шылапшын қойып, сол жерге тақарат алыңдар деген мағына емес.
Ал тіке мағынасын қарайтын болсаң, сондай мағына шығады. Намазға тұрғанда, бәрі қамат түсіріп жатырғанда, сол жерде тахарат алыңдар деп. Жоқ, ол тіке мағынасынан дәлел болғандықтан оны алып кетеміз. Неге? Ауыспалы мағынасына. Ауыспалы мағынасы ол намазға тұрғыларың келгенде, намазға тұрайын деп жатырғанда, тұруға бара жатырғанда алдын ала тахарат алыңдар деген мағына шығады. Ауыспалы мағынасы. Әлде Алла Тағала Құранда айтты: "Ата амруллахи фала тастағжилу" дейді. Алланың әмірі келді дейді, яғни қиямет күні келді. Тіке мағынасын түсінетін қарайтын болсақ, Аллахтың әмірі, яғни қиямет келді, болып кетті, болды. Артта қиямет болып кетті, енді алда қиямет болмайды деген мағына шығады, яғни тіке мағынасы. Бірақ оны ауыспалы мағынасын аламыз, яғни Алланың әмірі келді емес, келеді деген мағына аламыз. Неге? Оған дәлел бар ма? Оған дәлел аяттың соңы "Фәлә тастағжилу", асықтырмаңдар дейді. Яғни Алланың әмірі келді, асықтырмаңдар дейді. Демек, Алланың әмірі келеді, асықтырмаңдар деген мағына. Ал неге Аллах Тағала келді деп айтты оны, қиямет күні болды, келіп кетті деген неге айтты дейтін болса, жақын болғандықтан. Араб тілінде сондай айтылатын нәрсе, бір нәрсе жақын болатын болса, келді дейді оны. Мысалы, сенің балаң бір төбеге мініп жатырған болса, өлді дейсің да, мысалы. Олар өлген жоқ. Мағынасы өледі, міне өлейін деп жатыр, құласа өледі деген мағына. Яғни араб тілінде ондай бар нәрсе. Сондықтан айтатыным, захир деген бірінші тіке түсінетін мағынасы бар, және ықтимал болған мағынасы бар. Яғни ауыспалы мағынасы. Егер дәлел болатын болса, оны ықтимал болған ауыспалы мағынасын алып кетуге болады. Егер дәлел болатын болса. Ал дәлел жоқ болатын болса, солай тіке түсінуге уәжіп болады. Ал нас деген нәрсе, ол ауыспалы мағынасы жоқ, тек қана бір мағына. Насқа мысал келтіретін болсақ, нас деген, яғни екінші мағына алмайтын деген, мысалы Аллах Тағала Құран қандай, қажылықта мысалы мал соятын жағдайын болмайтын болса, فَصِيَامُ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ дейді. Егер мал құрбан шалатын жағдайын болмайтын болса, 3 күн қажылықта ораза ұстаңдар дейді. Үйге жеткеннен кейін 7 күн ораза ұстаңдар дейді. Қажылықта жүргенде сол жерде 3 күн ораза ұстайсың, сосын үйге қайтқаннан кейін еліңе жеткеннен кейін 7 күн ораза ұстайсың. Тилка ашаратун камила. Бұл кәміл 10 күн дейді. Яғни 3 күн қажылықта, 7 күн үйге қайтқансың. Бұл толық 10 күн дейді. Бұл 10 күнді басқа мағынамен аударуға бола ма? Жоқ, аудара алмайсың. Тіке мағына. Аллах Тағала кәдімгі талқылама бөліп айтып тұр. 3 күн қажылықта, 7 күн қайтқаннан кейін 3-ін қосқанда 10 күн болады деп тұр Аллах Тағала. Яғни оны басқа бір ықтимал мағына келмейді бұған. Тек қана бір мағына түсінесің. 3 күн қажылықта, 7 күн үйге қайтқаннан кейін 3-ін қосқанда 10 күн. Яғни бұл жерде ешқандай бұрмаламайсың. Яғни екінші ауыспалы мағынасына жібере алмайсың. Осыны нас дейді. Ал захир деген ол тіке мағынасы бар, бірақ ауыспалы алысы мағынасы бар. Құран және сүннетте қолданатын сондай бір ережелер, қағидалар. Енді қараңдар, осыны түсінгеннен кейін барып, олар бұрмалаушылар есім сипаттардың барлығы нас емес дейді. Бәрі де захир дейді. Нас деп айтуға болмайды, захир деп айтамыз дейді. Ауыспалы мағынасы бар дейді. Тіке мағынасы да бар, ауыспалы мағынасы бар дейді. Ол сөздері ешқандай дәлелсіз. Яғни өзінің ақидаларынан солай келгесін сөйтіп айтты. Ал негізіне қарайтын болсақ, аят, есім сипаттардың аяттары көбі нас. Яғни екінші мағына оған салалмайсың. Оған мысал келетін болсақ, Аллах Тағаланың қолы бар деді, дұрыс па? Яд деді, дұрыс па? Яд, яғни ядулла, Аллахтың қолы. Ауыспалы мағынасы бар оның. Қолдың мағынасы құдірет деген. Бірақ Аллах Тағала бір аятта мысалы яқбиду дейді. Қолмен ұстайды дейді. Ятуис самауат дейді. Аллах Тағала аспанды қолмен бүктейді дейді. Мысалшы Аллах Тағала айтады, қолы, Алла Тағаланың қолы ашық дейді. Әлде Аллах Тағала айтады, менің екі қолмен жаратқаныма саған сәжде қылуға не кедергі болды дейді. Яғни қолды қарасаңдар, Аллах Тағала біраз сипатпен сипаттады. Аллах Тағала өзі қолын ұстайды деп айтты. Және ол қолмен жерді қысады деп айтты, аспанды ұстайды деп айтты, бүктейді деп айтты, және қолы ашық деп айтты. Яғни көп сондай Аллах Тағала өзінің қолын сипаттады. Басқа құдіретке аудара алмайсың оны. Әлде нығмет деген мағынаға аудара алмайсың. Әлде бағанағыдай күш қуат деген мағынаға аудара алмайсың. Тек қана Аллахтың қолы дейтін болса, мүмкін ауыспалы мағынаға аударар едік. Бірақ Аллах Тағала сондай қылып көп сипат келтірді. Аллах Тағала оны құдіретке аудару мүмкін емес болады. Нас болып қалады. Яғни екінші мағына беруге болмайтындай болып қалады. Ал олар, бұрмалаушылар, ол нас емес, захир дейді. Яғни тіке мағынасы да бар, ауыспалы мағынасы бар дейді. Ал тіке мағынасын біз мойындамаймыз да, ауыспалы мағынасын мойындаймыз дейді. Яғни бірінші солардың несі, ол
бүкіл есім сипаттардың, аяттар, хадистердің барлығы захир дейді, яғни тіке мағынасы бар дейді, тіке, және ауыспалы мағынасы бар дейді. Тіке нас емес дейді, бір мағына түсінетін. Ол ешқандай дәлелсіз. Екіншісі, олар айтады, бүкіл сипат аяттары және сипат хадистердің барлығы муташабих дейді. Яғни муташабих деген анық емес, түсініксіз. Ал ахли сунна ап-анық дейді, мухкам дейді. Ешқандай банадай анық емес, түсініксіз деген мағына емес. Аллах тағала айтты, қолмен ұстайды деп айтты. Аллах тағала қолмен жерді бүктейді деп айтты. Аллах тағала қолының саусақтары бар деп айтты. Яғни басқа бір оны анық емес, түсініксіз деп айту мүмкін емес бұл жерде. Ал олар оны муташабих дейді, анық емес дейді. Онда олар дәлелсіз айтады. Ешқандай дәлелсіз, яғни өздерінің ақидасына сәйкес келгесін сөйтіп айтады. Үшіншіден, олар айтады, тіке мағынасы түсінуге болмайды дейді. Яғни тіке мағынасы емес дейді. Қолды бірінші захир деп айтты. Егер нас дейтін болса, тек бір мағынасы бар, екінші мағынасы, ауыспалы мағынасы жоқ дейтін болса, онда келіспей қалады олардың ақидаларына. Сондықтан олар нас емес, захир дейді. Яғни тіке мағынасы да бар, ауыспалы мағынасы бар дейді. Екіншісі, мына тіке мағынасы муташабих, анық емес дейді. Ал үшіншісі дейді, мына тіке мағынасын дейді, жоққа шығару керек дейді. Ауыспалы мағынасына алып кету керек дейді, ауыспалы мағынасына. Бірінші түсінетін мағынаны түсінуге болмайды. Олай түсінетін болсаң, қолды қол деп түсінетін болсаң, куфр дейді олар. Сондықтан ауыспалы мағына қайтарасын дейді. Сол төртінші мәселесі ол, яғни басқа ауыспалы мағынасын, алыс мағынасын тағайындайды. Осы төрт жолдан тұрады. Бірінші, олар сипаттарды, аят хадистерді сипат келетін, олардың бәрі захир дейді, яғни тіке мағынасы бар, ауыспалы мағынасы бар. Екіншісі, олардың бәрі муташабих дейді, Аллах лисуна оны мухкам дейді. Алдағы қағидаларда өттік, ап-анық деп, мухкам деп өттік. Үшіншісі, олар тіке мағынасын жоққа шығару керек дейді. Ал төртіншісі, сол тіке мағынасын жоққа шығарғаннан кейін басқа ауыспалы мағынаны тағайындап белгілейміз дейді. Осы төрт жолдан тұрады. Осының бәріне дәлел бар ма деп сұрайтын болса, дәлел жоқ. Ешқандай дәлелсіз, яғни өзінің нәпсілеріне еріп, осындай қылып өздеріне ақида шығарып алды. Олардың осы манхажы. Енді екінші, бұрмалаудың өзіне керек. Бұрмалаудың өзі қандай жаман екеніне керек. Қараңдар, екінші, ол бұрмалаудың өзі қандай жаман екен. Оның астында бірнеше, яғни пункттар бар. Біріншіден, оларда нақты бір ажырататын нәрсе жоқ. Бұрмалауларында бір нақты ажырататын ереже жоқ, бір қағида жоқ. Яғни мына нәрсені бұрмалауға болады, осы нәрсені бұрмалауға болмайды деген бір нақты ереже, қағида, ажыратпа жоқ оларда. Қалай сонда? Мысалшы, Ашари Матуридиге алайық, олар 7-8 сипатты мойындайды, дұрыс па? Қалған барлық сипатты жоққа шығарады, бұрмалайды, әлде тафуид қылады. Бұрмалайтындарға керек бірінші. Бүгін тақырып бұрмалау болғасын, бұрмалау талқылайық. Біріншіден оларға сұрақ қоямыз. Яғни, неге сендер бүкіл сипатты бұрмалайсыңдар, тек қана осы 7, әлде Матуридиге айтқандай 8 сипатты бектесінер, мойындайсыңдар? Яғни, не дәлел, не қағида сендерге, не нәрсеге сүйендір? Яғни, міне 8 сипатты қабылдаймыз, қалғанын қабылдаймыз, әлде 7 сипатты қабылдаймыз, қалғанын қабылдамаймыз деген сондай бір кесетін ортасын бөлетін бір ереже бар ма, ажыратпа бар ма сендерде дейтін болсақ, олар енді айтуы мүмкін. Бірінші айтатын нәрсесі ақыл дейді. Не нәрсеге ақыл сілтеген болса, соны қабылдаймыз дейді. Ал не нәрсеге ақыл сілтемеген болса, оны қабылдамаймыз дейді. Яғни бірінші ажыратпалары олардың. Яғни олар айтады, не айтады? Яғни 8 сипат, әлі 7 сипатты мойындайды. Олар айтады, мысалы, Аллах тағала аспан жерді өте керемет, мықты қылып, шебер істеді дейді, дұрыс па? Аспан жердің бәрін. Ол Аллахтың білім бар екеніне дәлел дейді. Екіншісі, Аллах тағала арнап істеді, яғни мынаны қызыл қылды, мынаны ақ қылды, мынаны үлкен, мынаны кішкентай қылды, кәдімгідей өзінің әдемі түрде бір арнап бөлек қылды. Ол дейді, Аллахтың қалауы бар екеніне дәлел дейді, ақылмен яғни. Және Аллах тағала осыны істеді ғой дейді. Сол істегені құдіреті бар екеніне дәлел дейді. Енді қараңдар, құдіреті бар, Алланың білімі бар, және Аллахтың қалауы бар, дұрыс па? Үш нәрсе бар. Осы үш нәрсе міндетті түрде тіріде болу керек дейді. Мүмкін емес дейді. Құдіреті бар, және білімі бар, және қалауы бар, өлік нәрсе болу керек. Міндетті түрде ол тірі дейді. Сол себептен олар тірі деген төртінші сипатты мойындайды. Және тірі дейді, міндетті түрде ол естуші болу керек дейді, көруші болу керек дейді, және сөйлегуші болу керек дейді. Егер де осы үш сипатты мойындамасаң, онда оның қарама-қайшысын айтасың дейді міндетті түрде. Көреді демесең, онда соқыр деген мағына, естиді деп айтпасаң, онда саңырау деген мағына, сөйлемейді десе, мылқау деген мағына.
міндетті түрде осы үш сипатты мойындау керек дейді. Есту, көру және сөйлеу. Сонымен оларда неше? 7 сипат жиналды ашариларда. Матуридиларда сифат такуин деп тағы 8 сипат қосады. Такуин яғни болғызу, бір нәрсені Аллах тағала болғызады. Осы ақыл соған дәлел болғасын, ақыл соған сілтегесін, осыны мойындадық дейді. Сол біздің ажыратпамыз дейді. Не нәрсені ақыл қабылдайды, соны қабылдаймыз дейді. Ал не нәрсені ақыл қабылдамаса, соны қабылдамаймыз дейді. Тойып ахлисун оларға айтады: ақыл тек қана осы 7 нәрсеге сілтемейді ғой дейді. Ол сендердің тар ақылдарың сондай тек қана 7 нәрсеге сілтейтін, әлде 8 нәрсе. Өйткені сендердің ақылдарың өте тар. Ал ахлисунның бойынша ақыл одан да көп сипатқа сілтейді. Мысал қарайтын болсақ, Алланың адамдарға арнайы нығмет бөлеуі, өзінің құлдарына арнайы нығметін беруі мейірімі бар екеніне дәлел. Және Алланың шеберлігі, біліммен даналығы бар екеніне дәлел. Құлдарын азаптауы Алланың ашуы бар екеніне дәлел. Яғни сондай ақылмен де басқа сипаттарды да мойындауға болады, ашуды мойындауға болады, ашуланады, мейірімді сипатты мойындауға болады. Тек қана 7 сипатпен шектелуге болмайды. Тойып жақсы, онда осы сипатты қабылдамаған болса ақыл, онда ақыл жоққа шығармайды ғой. Яғни жақсы қабылдамасыншы, бірақ жоққа шығармайды ғой. Бағана айтатын болсақ, ақыл ашу деген сипатты жоққа шығармайды ғой, яғни ақылға сыймайды емес қой. Сондықтан сіздердің сөздерің ақыл қабылдаған, ақыл қабылдамаған деген нәрсе келіспейді. Кейін ақыл бәрімізде бірдей емес. Сенің ақылың тар, мысалы 7 сипат қана сияды. Муътазилардікі одан да тар, мүлдем ешқандай сипат сыймайды. Басқа біреудікі 8 сипат сияды. Басқа біреудікі одан да көп сияды. Бірінші ашарилар, бағанадай Байхақи, Бақиллани деген бірінші ашариларда оларда одан да көп сипат сыйған. Сондықтан ақылдар адамның әртүрлі. Неге тек қана 7 нәрсеге сіздер шектелдіңдер, әлде 8 нәрсеге шектелдіңдер, қалған нәрсені қабылдамай қойдыңдар? Сол себептен сендердің ақылға сүйену деген нәрсе ол қате және ешқандай келіспейтін қағида. Бұл бірінші топтары сөйтіп ақыл деп айтады. Басқа ғалымдары олар бүйтіп айтады. Бағандай бізде дейді, сондай бір ажыратпа дәлел бар дейді, ереже бар дейді. Ол не дейтін болсақ, яғни ол ұқсату мүмкін болатын нәрсе болғандықтан дейді, осы 7 сипатты қабылдадық та қалғанын қабылдамадық дейді. Яғни 7 сипаттан бөлек сипаттарда бір ұқсату деген қорқыныш бар дейді. Ал мына 7 сипатта бұл нәрсе жоқ дейді. Бұл қате деп айтамыз. Неге? Өйткені есту мен көруді де Алланы ұқсатуға да болады. Яғни мысалы үшін есту мен көру. Адам естиді, көреді. Мысалы үшін мысық естиді, көреді. Жануарлар естиді, көреді, дұрыс па? Сондықтан Аллахтікі естиді, көреді дейтін болсақ, онда Аллах тағаланы адамға ұқсатқанбыз, әлде жануарға ұқсатқанбыз, әлде мысыққа ұқсатқан боламыз. Дұрыс па? Яғни сондай оларды да көреді, оларды да естиді жануарлар. Аллах тағала көреді, яғни Аллах тағала естиді. Жоқ дейді. Олар тұрып айтады. Жоқ, Аллах тағала көреді, естиді өзіне лайықты түрде. Өзіне лайықты түрде көреді және естиді. Онда қалған сипаттарға неге сөйтіп айтпаймыз онда? Аллах тағала ашуланады өзіне лайықты түрде. Аллах тағала жақсы көреді өзіне лайықты түрде. Аллах тағала жүзі бар өзіне лайықты түрде. Сондықтан мына сендердің ажыратпаларың, осы қағидаларың бағандай ұқсату қорқыныш болғасын дегенсін ол келіспей қалады. Бұл екіншісі. Үшінші басқа ғалымдар былай айтады. Дәлел сондай өте көп келген нәрсені біз оны қабылдаймыз дейді. Ал дәлел көп келмегенді қабылдамаймыз дейді. Сондықтан мысалы есту, көруге Аллахтың құдіреті, білімі, тірі дегенге дәлел көп келді дейді. Сол себептен оны яғни бұрмалау қиын дейді, сондай көп келгендіктен. Ал қалған сипаттарға дәлелдер аз келгендіктен сол себептен оны қабылдамаймыз, бұрмалаймыз дейді. Ол кезде әхли сүнна ол да келіспейді дейді. Көру, есту, қалау, білім деген сипат Аллахтың жоғарда екен сипатына жетпейді. Яғни Құранда 2000-ға жуық дәлел бар Аллах тағала аспанда екен, жоғарда екеніне. Аллах тағала 7 аспанның жоғарына, аршының жоғарына, ең жоғарда екеніне Құранның өзіне 2000 шақты дәлелі бар. Оны иншалла Аллах тағала жоғарда деген сипатты иншалла соны талқылаймыз. Яғни Құранда Аллах тағала жоғарда деген өте көп дәлел бар. Ол есту, көру, қалау сипаттары оған жетпейді. Неге онда Аллах тағала жоғарда екенін қабылдамайсыңдар? Егер мәселе тек сода болатын болса, дәлел көп болғандықтан қабылдады, дәлел аз болған қабылдамады дейтін болсақ, яғни ол да бір дәлелсіз өтірік сөйлеу негізінде. Бірақ сөйтіп ғалымдар айтып жатыр олардың. Яғни дәлел көп келген нәрсені қабылдаймыз. Тойып онда субханалла жоғарда екен, Аллах тағала 7 аспанның жоғарында екен дәлел одан да көп бәрінен. Оны онда қабылдау керексіңдер ғой. Сондықтан олардың осында айтқан сөздері өтірік екеніне, қате екеніне анық бұл дәлел болады.
Және төртіншіден олар айтатын нелері бағандай, бұл 7 сипатты біз дейді да сәләфтар бұрмаламағасын дейді. Ешқандай сәләфтан оны бұрмалаған деген келмегесін, бізде оны бұрмаламаймыз дейді. Тойып ахли сүннат онда басқа қалған сипаттарды дәлел келді ма? Сәләфтар оны бұрмалаған. Сәләфтардан сондай дәлел келді ма? Олар сол бағандай басқа мейірімді, ол мейірім деген нығмет қалау, әлде жақсылық қалау деп бұрмалаған келді ма? Келмеді ма? Келген жоқ қой, дұрыс па? Қандай айырмашылық бар 7 сипат пен қалған сипаттармен арасында? Сондықтан бауырлар, бұрмалаудың жаманына бірінші айтылатын нәрсе бауырлар, оларда нақты жақсы бір бөлетін ажыратпа сондай бір қағида жоқ оларда. Яғни бір-біріне қарама-қайшы олардың қағидалары. Екіншіден бауырлар, олардың бұрмалаудың жаманына дәлел болған екінші нәрсе бауырлар, ұқсатудан олар, кімдер бұрмалаушылар, ұқсатудан қорқып, мойындау керек болған сипаттарынан қашып, бекіткен сипаттарына да дәл сол нәрсе айтылады. Яғни мысалы олар айтады, қол деген сипатты мойындамаймыз дейді, жоққа шығарамыз дейді. Өйткені қолды мойындайтын болсақ дейді, онда ол ұқсатуға апарады дейді. Сол себептен біз қолды жоққа шығарамыз дейді. Тойып не алдıysan оның орнына дейтін болсақ, олар мағынасы құдірет деп айтамыз дейді. Тойып жақсы. Құдірет болатын болса, онда менің құдіретім бар, дұрыс па? Арыстанның өзінің күш құдіреті бар. Әлде әйелдің күш құдіреті бар. Кішкентай баланың өзіне бір лайықты күш құдіреті бар, дұрыс па? Сонда Аллах Тағаланы сендер мақлұққа ұқсатып қойдыңдар ма күш құдіреті бар деген сөзбен? Жоқ дейді. Олар олай айтуға болмайды дейді. Адам өзіне лайықты күш құдірет бар дейді. Және Алла Тағалаға өзіне лайықты күш құдірет бар дейді. Арыстанның өзіне лайықты күш құдірет бар дейді. Алланың өзіне лайықты күш құдірет бар дейді. Оны ешкімге ұқсатпаймыз, қалай екенін білмейміз дейді. Тойып онда біріншіден неге сөйтіп айта қоймайсыңдар? Аллахтың өзінің қолы бар, оны өзіне лайықты қолы бар, оны мақлұқтарға ұқсатпаймыз деп. Неге біріншіден сол бағанағыдай қолдан қашып барып, сосын ахли сүннің қағидасына тірелесіңдер? Бірінші олар қолды құдіретке аударды, сол құдіретке дегенде өзіне лайықты түрде құдірет дейді. Сол сияқты неге бірден қолға айтпайсыңдар мысалы? Сондықтан олардың бұрмалау қате болғанына екінші дәлел бауырлар, олар сол мойындау керек болған сипаттарынан қашып, өзін мойындаған сипаттарына да дәл сол нәрсе айтылады. Үшіншіден, бұрмалаудың жаман қатерлі екеніне бауырлар, есім сипаттар аяттары Құранда өте көп, дұрыс па? Әрбір бетте бар. Әлде Алланың сипаттар турасында хадистер өте көп. Күнде оны оқимыз. Құран оқығанда соны Алланың сипаттарын оқимыз. Әлде хадистер көп нәрсені соны естиміз. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінде бір рет болсын бізге ескертпеді? Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінде бір рет келіп бізге айтпады? Ей, менің үмметім, мына Құрандағы аяттарды тіке түсінбеңдер. Өйткені мына бисмиллахир-рахманир-рахим, мейірімді, рақымды сөйтіп тікелей түсінетін болсаңдар, кәпір болып кетесіңдер. Аллах күледі дегенде, олай күледі деген олай түсінбеңдер. Олай түсінетін болсаңдар, кәпір боласыңдар. Әлде пайғамбарымыз Алланы күледі деген айтқанда, бір сахаба пайғамбарымыздан сұрайды, я Расулалла, Раббымыз не күле ме дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Наам дейді, я күледі дейді. Сол кезде сахабаның айтқан сөзі, идан ма адибна мин раббин ядхаку хайран дейді. Раббымыздың күлетін Раббымыздың дейді хайырынан махрұм қалмаймыз дейді. Бітті онда, альхамдулилля, Раббымыз сондай күлетін болса, демек бізді кешіреді иншалла. Сахаба соны тікелей түсініп сөйтіп қуанды. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл сахаба айтпады? Ей, сен тоқта, сен оны айтпа. Егер олай айтатын болсаң, адасып кетесің, тіпті кәпір болып кетуі мүмкінсің. Ол тіке түсінуге болмайды деп. Әлде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне айтқандай, Бұхари және Муслимге келген хадисте, тозақ, оған адам лақтырылғанда қоймайды дейді. Тағы бар ма деп сұрай береді. Сол кезде Аллах Тағала аяғын қояды дейді тозақтың үстіне. Басқа риуаятта қадамын қояды дейді. Бір риуаятта аяқ, басқа риуаятта қадамын қояды дейді. Сол кезде тозақ болды дейді. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір рет хадисте айтпады? Ей, олай түсінбеңдер, аяқ деген ол жерде тіке түсінетін аяқ емес. Егер олай түсінетін болсаңдар, күфір кіріп кетесіңдер. Неге пайғамбарымыз өмірінде бір рет болсын, бір әлсіз даиф хадис болсын неге бізге жеткізбеді? Айтпады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тіке түсінбеңдер, тіке түсінетін болсаңдар адасасыңдар деп. Қаншама сипаттар айтты, қаншама хадистер айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір хадисте одан сөйтіп тіке түсінуден пайғамбарымыз қайтарған жоқ. Және төртіншіден, сахабалар өте көп болды, мыңдаған сахаба болды.
біраз сахабалардың шәкірттері болды табиғиндар. Сахабалар бір-біріне осындай есім сипаттарды жеткізді, айтты. Сонда неге бір сахаба болсын жаны ашып табиғиндар айтпады: ей табиғиндар, сендер Алланың есім сипаттарын тіке олай тіке мағынасын түсінмеңдер. Ол тіке мағынасын түсінетін болсаң адасасыңдар, әлде көфір өресіңдер. Яғни тіке мағынасын жоққа шығарыңдар. Кейін оны басқа мағына, банадай истиуаның мағынасы истауля, әлде банадай жүз деген ол өзі, әлде қол деген ол құдірет, сөйтіп түсіндір. Тіке мына қол деген мағынаны тіке түсінмеді деп неге бір сахаба олай жеткізген жоқ? Бесіншіден, табиғиндар өте көп, одан да сахабалардан көп болды табиғиндар. Сол неге бір табиғин өздерінің шәкірттеріне, Мужахид ибн Жабр деген табиғин, әлде Хасан аль-Басри, әлде Саид ибн Мусайиб, әлде Саид ибн Жубайр деген сондай үлкен атақты табиғиндар неге біреу болсын өзінің шәкірттеріне осын айтпады: ей сендер асықпаңдар, тіке түсінбеңдер, егер тіке түсінетін болсаңдар адасасыңдар, тіке мағынасын жоққа шығарыңдар, басқа мағынаны бұрмалап орнына салыңдар деп неге бірде-бір табиғин соны айтпады бізге? Және тағы да жетіншіден оларға айтуға болады: Алла тағала Құранды керемет жақсы сипаттармен сипаттады, дұрыс па? Алла тағала Құранды нұр деді. Алла тағала Құранды тура жол деді. Алла тағала Құранды мубин, тибян, анық, айқын деді, жеңіл деді. Яғни сондай Құранды Алла тағала біраз сондай керемет немен сипатпен сипаттады. Егер де Құранның тіке ойлағандай болмайтын болса, онда ол жеңіл Құран болмайды бізге. Яғни Құран мысалшы біз оқығанда Ар-Рахману алал арши истава, мейірімді аршқа көтерілді дейді. Егер де солай тіке түсінетін болса, ахли сунна сияқты, онда Құран жеңіл болады. Бірақ Құранды бағанадай олай тіке түсінуге болмайды. Ар-Рахману алал арши истава, Аллах тағала Ар-Рахман аршқа көтерілді деп олай тіке түсінуге болмайды. Ар-Рахман деген мағынасы яғни нығмет қалаушы, әлде жақсылық қалаушы. Аршқа көтерілді деген яғни аршты басып алды, яғни біреумен соғысып қырылып басып алды деген мағына дейді мысалшы да. Сондай ауыспалы мағынасында болатын болса, сондай тәфсирін онда ешкім білмейді онда Құранның. Құранда есім сипаттар өте көп бауырлар. Бәленбай мың, тек Аллахтан жоғарыда деген несіне сипатына 2000 дәлел бар Құранда. Қалған бағандай есту, ашулану, разы болу деген қаншама сипаттар бар. Осының сипаттың барлығын тіке түсінуге болмайды. Ауыспалы мағына дейтін болсақ, онда Құран анық, әлде Құран бағана жеңіл, әлде Құран анықтаушы деген сипаты шықпай қалады онда. Керісінше Құран бір сондай жұмбақ, құпия, түсініксіз, муташабих деген мағына шығады онда Құранда. Сондықтан осының бәрін қосқанда бауырлар, бұрмалаудың жаман қате екенін түсінесің. Бұл бауырлар екіншісі. Біріншісі, олар мәнхажы жаман екенін айттық. Екіншісі, бұрмалаудың өзі қандай жаман екенін айттық. Енді үшіншісі бауырлар, қандай нәтиже шығады, қандай салдары бар олардың. Осы бұрмалаудың қандай последствия, яғни последствия қандай, оның артынан қандай зияны бар. Соны айтайық. Біріншіден бауырлар айтатын нәрсе, осыны бұрмалау исламды түгелдей жоюға апарады. Қалай ол? Қараңдар. Ашари матуридилер 7 сипатты мойындап қалғандарын бәрін жоққа шығарып бұрмалайды. Басқа бір философ келеді. Философтар бағандай қиямет күні, бағандай таразы, осы нәрселердің бәрін бұрмалайды. Сол философ келеді, неге сіздер ашари матуридилер дейді? Бізге философтарға қиямет күнін, тозақты, жәннатты бұрмалауға тыйым саласың дейді. Мағандай біз айтамыз мысалы, тозақ деген ол тозақ емес, мағынасы яғни ол басқа мағына мағындай. Әлі таразы деген ол бар басқа өзінің бір бұрмалаулары бар. Соны әрине бүкіл умма оны дұрыс емес қате дейді. Ашариттер, матуридилер оларда онымен келіседі, яғни бұрмалауға болмайды дейді. Тойып, яғни сендер бұрмалап жатырсыңдар. Сендер субханалла Құранда көп келген Аллахтың хақысына кіріп, андай есім сипаттарын бұрмалап жатсыңдар. Көп болған дәлелді, мыңдаған бола дәлелді бұрмалап жатсыңдар. Ал біз сондағы, яғни санаулы дәлелді тозақ турасында, жәннат турасында айтылған аяттарды сондағы, яғни аз ғой Аллахтың есім сипаттарына қарағанда. Соны аз ғананы бұрмалап жатырық, яғни. Неге сендерге бұрмалауға болады, ал бізге бұрмалауға болмайды дейді. Философтар айтады. Басқа нелер қарамета, шияның бір тобы қарамета келіп айтады. Олар қарамета деген Аллахтың шариатты үкімдерді жоққа шығарады, бұрмалайды, яғни. Намазды мағынасы басқа мағына дейді, яғни. Әлде зекеттің мағынасы біз білетін зекет емес, ақша бер жоқ, ол мағына. Тәфсирлері бар, бірақ қажылықты білемін. Қажылықты олар айтады, қажылық деген мағынасында
барып тауаф істеу сол қажылық мағынасы емес. Қажылық деген ол имамдар әулиелердің қабырларына барып тауаф қылу дейді, зиярат қылу, тауаф қылу дейді. Олардың сол мағына бұрмалаулары. Оны бәрі әрине дұрыс емес, қате дейді. Ашарилар бәрі онымен келіседі, матуридилер бәрі келіседі, оны дұрыс емес, қате деп. Тойып ол келіп айтады да, қараметамыз, Қармаутай айтады, неге сендерге есім сипаттар бұрмалауға болады, а неге бізге мынандай намаз, ораза, қажылықты бұрмалауға болмайды дейді. Хотя ораза, намаз, қажылық Құранда есім сипатында аз келді дейді. Сондықтан біз бұрмалайтын болсақ, сәл кішкене аздау ғой дейді. Ал сендер мыңдаған болған Аллахтың есім сипаттарын бұрмалайсыңдар ғой дейді. Неге бізге болмайды, сендерге болады дейді. Әлде ашари матуридилер, муътазилилер, жахмилерде қате дейді, дұрыс па? Олар бүкіл есім сипатты мойындамайды, бәрін бұрмалайды. Жетеуіне де мойындамайды. Ашари матуридилер мойындайтын. Олар келіп айтады, неге сендер бұрмалайсыңдар дейді, барлық сипаттарды. Неге бізге бұрмаламаймыз дейді. Сендерге бұрмалау болады, а бізге неге болмайды дейді, мысалы, дұрыс па? Яғни сөйтіп бұрмалауға жол ашатын болса, исламды түгелдей құртуға апарады. Ал ахли сунна ешқандай аят хадисті бұрмаламайды. Тіке түсінеді бәрінде де. Басын ауыртпайды ол нәрсемен. Ал олардың бұрмалауды жолдарынан сүйенетін болсақ, исламды құртуға апарады. Ол біріншіден. Яғни қандай жеміс шығады, қандай нәтижесі шығады, дұрыс па? Екінші, жаман болған зияны, жаман жемісі осы бұрмалаудың. Ол Аллаға жаман ой тууға апарады. Яғни егер осы бұрмалау деген ақиданы ұстанатын болсаң, Аллаға деген жаман ой пайда болады сенде. Қалай ол? Қараңдар, Аллах Тағала Құранда айтты да: "Валақад яссарнал Құр'ана лиззикри фахал мин муддакир". Құранды еске алу үшін өте жеңілдеттім дейді да Аллах Тағала. Және басқа аятта Аллах Тағала айтады, Құранды тибиян, яғни анықтаушы қылып түсірдім дейді Аллах Тағала. Және басқа аятта Аллах Тағала нұр қылып түсірдім дейді. Яғни анық, ашық, нұр деп айтты. Бірақ негізіне келетін болсақ, олардың, яғни бұрмалаушылардың ақидасына сүйенетін болсақ, олай емес қой Құранында. Керісінше Құран, яғни Ар-Рахману алал арши става, Рахман мейірімді аршқа көтерілді деген түкке түсінетін болсаң, куфр. Оның ауыспалы мағынасын түсіну керек. Ал ауыспалы мағынасын кім біледі оны? Оны қорқады ғой, тіке сүйіп түсінетін болса, кәфір болып кетеді, дұрыс па? Яғни Құранда Аллах Тағала нұр, ашық, анық деді. Бірақ түбіне келетін болсақ, олардың тілі бойынша, оны Құран ондай емес. Құран сондай керісінше адастырушы, керісінше бағанадай адамдарды құртушы, адамдарды күфірге кіргізуші деген мағына шығады, онда олардың бұрмалауға сүйенетін болсақ. Өйткені сен Құранды оқитын болсаң, сөйтіп адасып кетесің. Сондықтан сенде Аллаға жаман ой пайда болады. Сондай жаман зияны бар бұрмалаудың. Және үшіншіден, бұл бұрмалау ақидасы Құран мен сүннетке сенімді кетіреді. Мысалы, Құранда есім сипаттар, аяттар өте көп. Сен оны оқып келе жатасың, Құранды мысалы арабша біледі екенсің, оны оқып келе жатасың, мағынасы, мысалы Аллах Тағала айтты, Ар-Рахману алал арши става, мейірімді аршқа көтерілді. Сонда сенде күмән келеді, күмән пайда болады. Бұл жерде тіке мағынасы ма екен, әлде ауыспалы мағынасы ма екен? Келесіне, ва хуа самиул басир, ол естуші, көруші. Бұл жерде тіке мағынасы ма, әлде ауыспалы мағынасы ма? Қалай екен білмейсің. Естуші, көруші, ол тіке мағынасы дейді, иә, сөйтіп түсінуге болады дейді. Иә, жақсы, ол тіке мағынасын солай түсіндік. Басқа аятта келеді, Аллах Тағала ғадибаллаху алейхим, Аллах Тағала оларға ашуланды. Тіке ма, әлде ауыспалы ма? Яғни сонда адамда бір күмән болады, яғни сенім пайда кетеді. Мына жерде мүмкін тіке мағынасы шығар, мына жерде ауыспалы мағынасы шығар. Аллаху алейм, сенім болмайды, яғни сенбейді, не ма, тіке мағына ма, әлде ауыспалы мағына ма? Ой, жоламай қойыншы бұл Құранға деген сондай ой келеді онда адамға. Және төртіншіден, осы бұрмалаудың жаман зияны әсерінен болар. Осы бұрмалау ақидасы Құран мен сүннетке адамға жек көрініш пайда келеді. Яғни адам баласы осы бұрмалау ақидасын ұстанатын болса, Құран мен сүннетке жүрегінде жек көрініш пайда болады. Сондықтан айтады ғой, Аллах Тағала аспаннан жетінші түседі деген хадисші, нузул хадисі алда уақытта келеді, сол дейді, бір сипатшылардың ең жек көретін хадисі дейді. Мысалы, ахли сунна Құран мен хадистер еститін болса, керісінше жүректеріне иман пайда болады. Қуанады. Пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, Аллах Тағала күле ме деп сахаба сұрағанда, иә күледі деді. Сол кезде сахаба қуанғаннан, онда күлетін Раббымыздың хайырынан махрұм қалмаймыз деді, машалла, мәз болып қалды. Сол хадис оған ұнап қалды. Әлде мысалы біз ана хадисті естиміз, Аллах Тағала түнгі 3-ші бөлікте жер аспаннан түседі, дұға сұрайтындар ма, жауап берейін, сұрайтындар ма, берейін деп айтады. Сол хадисті естігенде, яғни қуанады жүрегіміз. Машалла, сондай мәз боламыз. Түнгі 3-ші бөлікте тұруға тырысамыз. Бірақ сипатшылар олай емес. Сипатшылар керісінше жек көреді, жүрегіне ұнамау пайда болады.
Өйткені қазір Аллахта түсет деген сипатты келгенде олар яғни ойларына тіке мағына келіп қалудан қорқып бұл хадисті оқымашы дейді. Сондықтан бағанадай кімдер сипатшылар дейді, ғалымдар Бухаридің шархын беріп жатырғанда, Бухариді сабақ беріп жатырғанда, Бухаридің ең соңғы кітабына келгенде, китабы таухид, Сахих Бухаридің ең соңғы тақырыбы, глава, бабы, яғни китабы таухид, таухид кітабы дейді, соңғы тақырып. Соның ішінде Бухари толтырып есім сипаттар келтіреді. Соны сипатшылар Бухариді өзінің ұстаздарына оқығанда дейді, иснатпен тапсырғанда, соңғы сол китабы таухид деген тақырыпқа келгенде тұрып кетіп қалады дейді. Өйткені ішіндегі хадистерді естігісі келмейді дейді. Ұнамай тұрады дейді, сол хадисті айтпаса екен, сол хадисті айтпаса екен, әлде мына аятты оқымасашы, осы аятты оқитын болса жүрегіме ұнамау пайда болады, өйткені ұқсатып жіберуі мүмкінмін деген сияқты Құран мен сүннетке жек көрініш пайда болады кімдерде, бұрмалаушыларда. Ал ахли суннада олай емес. Ахли суннада керісінше аят Құранды естігенде қуанып бастайды, керісінше сол ұнайды, олар аят тыңдағысы келеді. Ал кімдерде, бұрмалаушыларда олай емес, керісінше жек көреді олар, жүректеріне бір ұнамаушылық пайда болады. Және бесіншіден бауырлар айтатын соңғы нәтижесі, жаман зиян болған нәтижесі, адамдарды иманды көтеретін ең маңызды себебінен мақрұм қалдырады. Яғни мұсылман Құранның аятын оқығанда, ахли сунна Құранның аятын оқығанда, Аллах тағала мейірімді дегенде иманы көтеріледі, ұнайды оған. Әлде бағанағыдай Аллах тағала ашуланды дегенде жүрегіне қорқыныш пайда болады, сол қорқумен иманы көтеріледі. Әлде Ар-Рахману алал арш истауа дейді, мейірімді аршқа көтерілген, Аллах сондай жоғары биік екенін естігенде иманы көтеріледі. Ал бұрмалау ақидаға сүйенетін болсаң, бұл нәрсесінде пайда болмайды. Керісінше ол тіке мағынасы емес сен ойлап тұрғандай. Әлде Аллах тағала разы болады дегенде бұл осындай іске, әлде осы істеген кісіге, әлде осындай амал істеген кісіге разы болады дегенде ол олай тіке түсіну болмайды, разы болады деген мағына. Мақлұққа қосасың өйткені. Сондықтан яғни ең маңызды иманды көтеретін бір себепті жүректен жоққа шығарады бұл бұрмалау деген ақида. Осы бауырлар бұл үшіншісі бауырлар. Үшіншісі яғни қандай жаман нәтиже шығады бұрмалаудан. Енді соңғысы төртінші тақырып бауырлар, ол солардың сөздерінен не шығады? Бағанағы шыққан нәтиже не нәрсеге апарады? Мынау онда сөздерінен мындай шығады. Яғни бүйтіп айтатын болса, онда сөздерінен демек былай шығады ғой деген мағыналар яғни. Біріншісі бауырлар, олардың сөздерінен мынандай түсінік шығады. Адамдарды Құрансыз тастау абзалырақ болады яғни. Яғни адамдарды Құран түсірмей, Құран оларға әкелмей, хадис айтпаған жақсырақ болады адамдар үшін. Неге? Өйткені Құранда көп есім сипаттар, дұрыс па? Хадисте көп есім сипаттар көп. Тіке түсінетін болсаң, сол Құранда келгендей адасасың, адасушысың сен. Әлде көбінесе айтатындар олар куфр дейді. Тіпті куфр емес, мен усул куфр дейді. Ахмад Сауи деген өзінің Жәлләйн тәфсирінің хашиясында айтады, сипат аяттарды дейді, тіке түсіну мен усул куфр дейді. Яғни жай куфр емес, куфрдың негіздерінен дейді. Яғни ұлы үлкен негіз куфрлер дейді. Ал сен Құранды оқығанда әбден солай тіке түсініп қою мүмкінсің. Қарапайым кісі, үлкен кісілер басқа нәрсе түсінбейді олар. Бәрі ондай бағанда екінші ауыспалы мағынасын біле бермейді. Ар-Рахману алал арш истауа, мейірімді аршқа көтерілдігіне, сөйтіп көтерілді, аршы мейірімді сөйтіп түсінеді, болды. Басқа нәрсені түсіне алмайды. Егер де сондай түсінетін болса, онда олар куфрге кірді. Одан да Құранды оқымаған жақсырақ болады онда. Құранға жоламаған жақсырақ болады олардың ақидасы бойынша. Тіке түсінуге болмайды, өйткені тіке түсінетін болсаң адасасың. Одан да Құран таста, Құранды оқымай қой, онда сондай мағына шығады олардың сөздерінен. Құранды керісінше бақытсыздыққа апарады олардың ақидасы бойынша. Таха ма анзална алейкал Құр'ана литашқа дейді. Таха дейді, Құранды саған бақытсыз болу үшін түсірген жоқпыз дейді. Керісінше бақытты болу үшін түсірдік дейді. Ал олардың ақидасы бойынша керісінше Құран оларды бақытсыздыққа апарады. Куфрге апарады Құран олардың ақидасы бойынша. Және екіншісі, бұл ақида бауырлар кезіндегі сәләфтарға, сахабаларға кір келтіреді. Сахаба табииндарға кір келтіреді. Қалай ол? Құранды тіке түсінетін болсаң, солай бірінші мағынасын түсінетін болсаң, ол куфр әлі адасу дейді олар. Бірақ Құранда сипат аяттары өте көп. Яғни куфрге түсу ықтимал өте көп Құранда. Олардың ақидасы бойынша. Неге сахабалар, табииндар бір рет болсын бізге соны жеткізіп айтпады, бізді сақтандырмады? Демек олардың ақидасы бойынша сахабалар, табииндар дінді толық жеткізбеген қиянатшы болған. Сол сахабаларға кір келтіреді оларды айтқан сөздерімен. Яғни сөздерінен
олардың бұрмалау деген ақидаларынан сондай тұжырым шығады. Яғни кімде сәләфтар қиянатшыл деген нәрсе шығады. Сондықтан бауырлар, осымен мына екінші мен соңғысы бұл, яғни олардың бұрмалау сөздерінен жаман нәрсе шығады. Осы бауырлар сөздерінен шығатын нәрселер, яғни олардың бұрмалау сөздерінен шығатын нәрселер екеу. Қорытынды айтқанда бауырлар, тәуил мәнхажы қандай екенін үйрендік, және тәуилдің, бұрмалаудың қандай жаман екенін білдік, және қандай зияны бар екенін білдік, қандай артында не жемісі бар екен, және олардың сөздерінен не шығатынын үйрендік. Осының төртеуін барлығын қосқанда бауырлар, бұрмалаудың қандай жаман екенін түсінесің. Бұл бауырлар қысқаша айтылған түрі бауырлар. Негізінде бұлай ашықтап тағы да айтатын болсақ, 10-20 лекция шығару болады осы бұрмалаудың зиянына байланысты. Осымен бүгіндікке жеткілікті шығар. Бұрмалау деген ақиданың бауырлар осындай жаман екенін үйрендің, және қандай зияндары бар екенін сен үйрендің. Иншалла келесі сабақта дәл осылай тафуидтің, яғни Аллахқа тапсырамыз, мағынасын білмейміз деген мазхабтың қандай зияндары бар, және сөздерінен не шығатын, және қандай зияндар шығатын иншалла талқылап келесі сабақта өтеміз. Аллаху тағала алам, ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллам.